Қайырлы күн достар. Жасанды интеллектке құрылған уақыт дәуір жайлы айтып жатырмыз. Жасанды интеллекттің бізге берері көп. Бірақ олқы тұстары да бар. Мысалы, жасанды интеллектке құрылған бірнеше жобалардың көмегімен біз өзіміздің жұмыстарымызды жеңілдетіп жатамыз. Бірақ жеңілдеткеннің салдары сол жұмыстармен қарай өзіміз қабілеттілігіміз азайып, жасай алмау қаупіміз де бар. Сондықтан да бұл уақыт бізге жақсы мен жаманды, керек пен керек еместі саралай білетін уақыт. Яғни бізге не қажет? Қажет ақпаратымызды алып, қажет емес ақпаратымызды тастайтын кезең. Абай атамыз айтады, адам баласын заман өсіреді дейді. Негізгі қолданыстағы заттардың барлығы бұл адамның дамуына әсер етеді. Қарапайым ғана қазір TikTok желісін алатын болсақ, әрбір адам жалпы статистикада бір күнде 95 минут TikTokта отырады екен. Ал TikTokты білсеңіздер, TikToктың алгоритмі өте жылдам, бір минуттың ішінде бірнеше ақпаратты көріп тастайтындай мүмкіндік жасайды. Бұл дегеніміз біздің кез келген нәрсеге бір фокусымызды тұрақсыздандыруға жұмыс істейді, былайша айтқан кезде. Дәл қазіргі кезеңде ең қымбат дүние уақыт, энергия, ресурстарымызды дұрыс жұмсай біліп, дұрыс қолдана білейік.